Рационал сандарды бөлу тақырыбындағы видео сабағымызды бастайық. Сабағымыздың қысқаша теориясына тоқталып өтетін болсақ, таңбалары әртүрлі сандарды бөлу үшін бөлінгіштің модуліне бөліп, шыққан бөліндінің мәнінің алдына минус таңбасын қою керек. Бөлінгіш пен бөлгіштің таңбалары әртүрлі болса, бөлінді теріс сан болады. Таңбалары әртүрлі болса, шыққан бөлінді не? Теріс сан болады екен. Мысалды қарастырған, минус 4,2-ның модулі бөлінген 6-ның модулі. Одан 0,7 шыққан. Бірақ бұнда таңба минус, таңбалар әртүрлі сандарды бөлген кезде теріс сан шығады екен, Енді теріс санды теріс санға бөлу. Екеуінің де таңбасы теріс. Мысалы, минус 4-ті минус 8-ге бөлгенде ол плюс 0,8. Неге олай болды? Теріс санды теріс санға бөлу үшін бөлінгіштің модулін бөлгіштің модуліне бөлу керек. Теріс санды теріс санға бөлу үшін екеуінің модулін бөлу керек. Бітті, жауап сол екен, Немесе мен бір қысқаша теорияны айтып өтейін, Қарапайым бір логиканы айтатын болсақ, алдыңғы теріс сандарды, рационал сандарды көбейту тақырыбында айтып өткендей, сандарды көбейту бөлу барысында олардың таңбалары әртүрлі болса, оларды қалай қарастырамыз? Дос, жау деген қарапайым бір логиканы қарастырып көрейік. Досымның плюс мен досымның жауы. Мағанда жау. Жауымның досы мағанда не? Жау болады. Таңба, дос деген плюс, теріс сан жау. Келесін қарастырайық. Жауымның жауы маған не? Дос болып шықты. Мен қараңыз. Жауымның жауы не? Дос болып шықты. Осы қарапайым бір логиканы түсініп алсақ, қалған есептеу енді бізге бұрыннан таныс. Олай болса, сабағымыздың практикалық бөліміне көшейік. Бөлуді орындаңдар дейді. Бұнда өз барлығы бұрыннан таныс. Олай болса, мұнда екеуі де теріс сан. Аны көрсетейік. Минус 3,6 бөлінген минус 4. Тең екеуі де теріс сан, немесе айтайық, жауымның жауы маған не болады? Дос болады. Онда бізге санның алдына плюс таңбасын қойып керек жоқ. Енді онда біз 3,6-ны 4-ге не істейміз? Бөле береміз. 3 жетпейді. Сондықтан мұнда 0 беремін. Енді 6-ны түсіреміз. Сонда 36, 36-ның ішінде 4, 9 рет бар. Алып тастаймыз 0. Сонда бізде жауап не? 0,9 шығады екен. Келесі есепке қарастыратын болсақ, минус 76 бөлінген 19. Так, минус сан жауымның, плюс сан досы. Жауымның досы мағанда жауғы. Енді 76-ны 19-ға бөле саламыз. 76-ны 19-ға бөлетін болсақ 4. Сонда біздің жауап минус 4. Так, қалғаны сіздерге болсын. Келесі есепке көшейік. Есептеңдер дейді. Келесі есептерге көшейік ендеше. Әрқайсының соңғы есептерінен шығарайын олай болса. Бірінші есептің астындағы есебі минус 4-тен 3 бөлінген 1,2-ден 1 дейді. Бізде таңба, қараңыз, таңба анықтап алайық бірінші. Жауымның досы маған не? Жау болады. Ендеше таңбаны оқып қояйық. Енді ары қарай амалдарды орындайық. 4-тен 3. Енді 1,2-ден 1 дегеніміз, қараңыз, аралассан бізге бұл не керек? Бұрыс бөлшек керек. Бұл дегеніміз 1-ді 2-ге көбейтемін. Естеріңізде болса 5-ші класс қайталау. 1-ді 2-ге көбейтемін, 1-ді қосам алыма, сонда 3. 2-ден 3. Ал бұл бөлшектер, жай бөлшектерді бөлу, бұл неге ауысады? Көбейтуге ауысады. Және кері сан түрінде жазылады 3-тен 2. Енді 3 пен 3 қысқарады, 4 пен 2 де қысқарады. 2, мұнда 1 қалады. Мұнда бізде минус 2-ден 1. Келесі есеп, екінші есеп. Мұнда берілгені мұнда тұрды. Ары қарай жалғастырып жаза берейін. Таңба анықтаймыз. 5-сінің алдында плюс бар. Бұл досымның жауы мағанда жау. Және ары қарай енді амалдарды орындайық. 5 көбейтілген не болады? 5-тен 8 болады. 5 пен 5 қысқарады. Минус 8 ғана қалады. Келесі үшінші есеп. Тең мұн жақта жалғастырайық. Жауымның досы, жауымның досы,
мынау жауым, мынау менің досым емес, мынау уже жауымның досы, мына жаққа тең жау болады. Енді мына екеуі де аралассам, бұларды не істеймін? Бұрыс бөлшекке айналдырамын. 3/4-тен 3 дегеніміз 3-тен 4-ті көбейтем, алымын қосам. Сол кезде бөлімі өз қалпында жазылады да, алымы қанша болады? 15 болады. Бөлінген 1/2-ден 1. 1/2-ден 1 дегеніміз, ол да бұрыс бөлшекке айналдырсақ 2-ден 3. Және жай бөлшектерді бөлу ережесі, естеріңізде болса, таңба минус шығайын деп тұр. 4-тен 15 көбейтілген 3-тен 2 болады. Яғни кері санға ауысады. Сонда 3 пен 15 қысқаратында 5 қалады. Мұнда 4 пен 2 қысқаратында 2 қалса, мұнда 1 қалады. Сонымен бізде не? Минус 2-ден 5. Бұл дегеніміз бұрыс бөлшек. Бұны аралас сандарында жазатын болсақ, минус 2/2-ден 1. Келесі есеп, екеуі де теріс сан, мұнда жалғастырайық, тең 4-ші есеп, тең минус 6/4-ден 1, минус 8-ден 5. Енді таңбаны анықтап алайық, екеуі де теріс сан. Жауымның жауы маған не болады? Дос болады. Ендеше оң сан шығады. Енді онда мен амалдарды ондай беремін. 6/4-ден 1 деген аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамын. 4-тен 25 бөлінген 8-ден 5. Бұл жай бөлшектерді бөлу ережесі, бұл көбейту болып ауысады, және бөлгіш бөлшек кері бөлшекке ауысады. Сонда 5-тен 8. 5 пен мұнда 25 қысқарса, мұнда 1, мұнда 5 қалады. 4 пен 8 қысқарады, 4-те 1 қалады, мұнда 8-де 2 қалады. Сонымен бөлімнен 1 шығып тұр, алымнан 10 шығып тұр. 10-ды 1-ге бөлсек 10. Қалған есеп сіздерге. Аралас сандарды ондық бөлшектерінде жазып алып, есептеңдер. Аралас сандарды ондық бөлшектерінде жазып алып, есептеңдер дейді. Ал кірсейік. 2-ші, 4-ші, 6-ші есептерге назар аударайық. 2-ші есеп тең жалғастыратын болсақ, минус 8/5-тен 2 деген алымы бөлімі 10-ға 100-ге айналу үшін 2-ге көбейді. Сонда бізде мына бөлшек минус 8/4 деген бөлшек болады. Бөлінген 7. Тең жауымның досы маған жау болады. Енді бөлейік. 8/4-ті 7-ге бөлетін болсақ, естеріңізде болса 1/2. Келесі 4-ші есеп 5-тен 4 дейді. Бұнда да бөлімі 5 болса 2-ге көбейтем. Сонда бізде 4-ші есепте не шығады? 13/8 бөлінген минус 6. Бұнда досымның жауы маған да не жау болады. Енді арқарай 13/8-ді 6-ға бөле берем. 13/8-ді 6-ға бөлу естеріңізде болса, ондық бөлшекті натурал санға бөлуде. Бүтін бөлікке қарайын, бүтін бөліктің ішінде 6 неше рет бар? 2 рет, 6 2 12. Азайтам, 1 қалады. 1 қалады. Енді 1 жетпейді, сондықтан мұнда өтірді айырам. Енді 8 сүрем, онда 18-дің ішінде 3 рет бар. Онда бізде минус 2/3 екен. Келесі 6-ші есепке көшейік. Мұнда 4-те 3. 4 бұл 100-ге 10-ға айналу үшін бұнда 25-ті көбейтуіміз керек. Сонда бізде минус 18/100-ден 75 бөлінген минус 3. Тең жауымның жауы дос болады, сондықтан оң сан шығады. Енді біз амалдарды орындай берейік. 18/100-ден 75-ті 3-ге бөлемін. 18-дің ішінде 3 6 рет бар. 18 аламыз 0 қалады. Енді 0 жетпейді. Бүтін бөлікті бөліп болдық. Енді ары қарай 7-ні түсіремін. 7-ның ішінде 3 2 рет бар. 6 мұнда 1 15. 15-ның ішінде 3 5 рет бар. Сонда бізде 6/100-ден 25. Қалған есеп сіздерге. Келесі есепке көштік. Өрнектің мәнін табыңдар дейді. Есепке көшейік ендеше. Қараңыз.
әріп өрнек берілген. Мында x-тің мәндері берілген, иә. Мұндағы x мына сандарға тең болса, енді мұндағы x-тің орнына қойайық. Сонда минус 6,5 бөлінген 1,3. Яғни x-тің орнына мына мәндерін қойдым, әріптің мәнін. Сонда минус 6,5-ті 1,3-ке бөлсек, таңба минус теріс сан жауымның досы, мағанда жау болады. Енді 6,5-ті 1,3-ке бөлетін болсақ, естеріңізде болса, ондық бөлшектерді бөлу барысында мына бөлгіш натурал санға айналу үшін өтір қанша? Бір санға секіреді. Онда мына бөлінгіште сонша өтірге секіреді. Сонда 65-ті 13-қа бөлеміз. Бұл 5-ке тең. Сонда бізде жауап минус 5. Қалған өзіңіз орнына қоярсыз. Төртінші есептен тағы бір өңін қарастырайын. X-тің орнына үшінші есептен қойайын. Үшінші есеп сәл қиындау болуы мүмкін, қиындық тудыру мүмкін. Өзім практикамда солай болған. Минус 8,5 бөлінген, енді қараңыз, минус, енді мына x-тің орнына минус 5-ті қойсам қалай болады? Біз мына минусы бөлек, ол x-тің орнына минус 5-ті қоятын болсақ, біз былай жазамыз, минус 5. Сонда минус 8,5 бөлінген, мынау қалай болады? Жақшаның ішіндегі жақшаны ашатын болсақ, қараңыз. Жақшаның ашатын болсақ, қараңыз, есіңізге түсіріп көрсеңіз, не? Жақшаны ашсақ, теріс сан, алып теріс сан, бұл өзгертеміз. Сонда қарама-қарсы сан 5. Минус 8,5-ті 5-ке бөлетін болсақ, жауымның досы, мағанда жау. Таңба теріс, таңбаны анықтады. Енді 8,5-ті 5-ке бөлетін болсақ, бізде 1,7. Қалған есеп сіздерге болсын, келесі есепке көшейік. Бөліндіні табыңдар дейді. Келесі есепке көшейік ендеше. Екінші есепті қарастырайық. Тең. Жалғастыратын болсақ, минус 4,3-2, минус 1,6-тан 1 қарайық. Таңбаны анықтап бірінші. Жауымның кімі? Жауы. Жауымның жауы маған кім болады? Дос болады. Ол таңба оң сан шығады. Ендеше мен сандарды бөле берем. 4,3-2 ол бұрыс бөлшекке айналса, 4 үшін 12, 2-ні қосам 14. Бөлімінде 3 өз қалпында қалады. Бөлінген 1-ді 6-ға көбейтем 6, қосам 1-ді 6-дан 7 сонда. Сонда біз 3-тен 14 көбейтілген 7-ден 6. Сонда 7 мен 14 қысқарады, мұнда 1, мұнда 2. 3 пен 6 қысқарады, мұнда 2 қалса, мұнда 1 қалады. Мұнда бізде 2 кім? 4. Бөлімінде 1 қалғандықтан жазбаймыз. Келесі 4-ші есеп. Тең жалғастыратын болсақ, 4-ші есеп тең. Жауымның досы мағанда не? Жау. Таңба қойып алдық. Енді 7 кім? 14, 1-ді қосам 13, бөлімінде 2, бөлінген 3,4-тен 3, бұл бөлімі 4, енді 3 пен 4-ті көбейтем, бұлайынан көбейтем, 3-ті 4-ке көбейтем 12, енді қосам 3-ті, сонда бізде 4-тен 15. Енді бұл естеріңізде болса, минусын қойайық, енді 2-ден 13, көбейтілген 15-тен 4 болып ауысады. Сонда мұнда 15 екен, кешірім сұрайым, 15. Мұнда да 15. 7 екім 14, ол 1-ді қосам 15. 15 пен 15 қысқарады. Енді 2 мен 4-те қысқарады. Сонда бізде жауап минус 2 ғана қалады. Бірлер жазылмайды. Бәрібір бір көбейтсең де, бөлсең де соның өзі шығады. Сондықтан минус 2-нің өзін жаза береміз. Келесі 6-ші есеп. Жалғастыратын болсақ, 9,3-тен 1 дегеніміз аралас сан. Бұл 3-тен 28. 9 үшін 27, 1-ді қосам 28. Бөлінген. Таңбаны анықтамадық. Досымның жауы. Досымның жауы мағанда не болады? Жау болады. Сондықтан ол таңбаны ең алдына қойып қояйық.
минус 3-тен 28 бөлінген 6,9-дан 2 дегеніміз 6 9-ым 54, оған 2-ні қосам 56 бөлінген 9 тең болады бізде қанша? Минус 3-тен 28 көбейтілген 9 бөлінген 56 болып ауысады, кері бөлшекке. Енді 3 пен 9 қысқаратында 3 қалса, мұнда 1 қалады. 56 мен 28 екеуі де 28 қалады. Мұнда 1 қалса, мұнда 2 қалады. Сонымен бізде жауап 2-ден 3 таңба минус алдына қойып қояйық. Бұл дегеніміз минус 1,2-ден 1 араласқан түрінде жазатын болсақ, немесе ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, минус 1,5. Қалған есеп сіздерге келесі есепке көшейік. Қыздырылған сұйықты суытқанда 3 минутта оның температурасы минус 15 градусқа өзгерді. 1 минутта қыздырылған сұйықтың температурасы неше градусқа өзгерді? Енді 3 минутта минус 15 градусқа өзгерсе, не істеймін? Оны 3 минутқа бөлем 1 минутын табу үшін. Сонда минус 15-ті 3-ке бөлетін болсақ, не істейміз? Жауымның досы маған жау. Онда минус 15-ті 3-ке бөлсек, бізде минус 5 градус. Келесі есепке көшейік. Теңдеуді шешіңдер дейді. Так, бірінші есепті қарастырайын. Үшінші есепті қарастырайық. Так, сында екеуді. Алғашқы үш есепті қарастырайын. Бірінші есеп. Минус 1,122 көбейтілген x тең 6,1. Минус 1,122 көбейтілген x тең 6,1 дейді. Енді қараңыз, теріс санға көбейткен кезде қандай жағдайда оң сан шығады? Енді екеуі де теріс сан болғанда, естеріңізде болса. Сонда енді оны табу үшін не істейміз? Мұнда көбейткенде шығып тұр. Бұндай бір көп оқушылар бір қарапайым теңдеу болса да қиналып жатады. Бір оңай бір мынаған ұқсас. Мына санның орнына мен 2-ні қойдым. X өзі тұр, тең 6 шығып тұрса не істейсіз? Сіз мұндан табу оңай таба аласыз. 2-ге 3-ті көбейтсем 6 деп. Оны қалай табасыз? 3 екен 6-ны 2-ге бөлесіз. Сол секілді мұнда 6,1-ді бөлеміз минус 1,122-ге. Сонда бұда x тең шығады, не шығады? 6,1-ді минус 1,122-ге бөлетін болсақ, таңба теріс, неге? Досымның жауы маған да жау болады. Енді арқара есептейік. 6,1 бөлінген 1,122. Енді бізде ондық бөлшек натурал санға айналу үшін үтір қанша рет секіреді? 1, 2. Мұнда 122. Мұна жаққа бұнда да секіру керек. 2 сан, ал мұнда жоқ. Онда бізде 0 тіркейміз. Сонда 610 болады. 610-ды 122-ге бөлетін болса, бізде қанша шығады? 5. Жауабымыз x тең минус 5 екен. Екінші есепті қарастырайық. Енді мұнда есептеуді бастамас бұрын қараңыз, екеуіде де минус. Минус 8,19 көбейтілген минус x. Енді 2 минус не істеуге болады? Көбейтетін болсақ, 2 минус сан. Мында таңбасы минус, мында таңбасы минус. X-дің алдындағы минус таңба, мына жақпен 2 таңбаларын көбейтсек, не болады? Жауымның жауы дос болады. Сонда бізде жай 8,9 көбейтілген x қана қалады. Тең 11,157. Бұнда x тең 11,157 не істейсіз? Бөлесіз 8,9-ға. Бұда x тең енді арқарай өзіңіз бөлерсіз. Келесі үшінші есепті қарастыратын болсақ, мұнда да мына жердің балалардың шошитын жері өз жер. Ағай мына y-дің алдында минус тұр, оны не істеймін? Минус 9,16 мен минус y-ді көбейтсек қараңыз. Досымның жауы маған не болады? Жау болады. Сонда минустың алдына қоймын, 9,16 мен y-ді көбейтіп қойайық. Сонда бізде тең минус 43,2. Бұдан y тең шығады, не? Минус 43,2-ні бөлемін минус 9,16-ға.
Бұдан y тең жауымның жауы маған дос. Сондықтан оң сан шығады. Енді ары қарайғысын өзіңіз табыңыз. Қалған есепте сіздерге. Келесі есептерге көшейік. Бөліндіні табыңдар дейді. Бөліндіні табыңдар. Енді бұнда бір көрсете кетейік дағы. Екінші есеп. Минус 16,8 бөлінген 2,4 дейді. Екеуді ондық бөлшек. Бұларды не істеуге болады? Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлуге болады. Немесе екеуінде натурал санға не істеуге болады? Айналдыруға болады. Естеріңізде болса, алымында бөлімінде ондық бөлшектер болса, оларды натурал санға айналдыру үшін алымында үтірден кейін бір сан бар. Бөлімінде де үтірден кейін бір сан бар. Осы өтір жылжыту үшін бізге мұнда алымында бөлімінде 10-ға не істеуге болады? Көбейтуге болады. Сол кезде бізде минус 168 шығады. Бөлімінде 24 шығады. Енді бізге мына сандарды бөлген оңаймен, мына ондық бөлшектерді бөлген немесе қысқартқан оңаймен. Енді бізге натурал сан күйінде оңайлық тудырады. Бұнда енді қарайық. Таңбаны анықтап алайық бірінші. Бөлшек сызығы бөлу екен естеріңізде деп ойлаймын. Немесе естеріңізге түсіріп алыңыздар. Бөлшек сызығы бөлуді білдіреді. Бұнда 168-ді 24-ке бөл деген сөз. Енді таңба мынау менің жауымның досы. Досы, жауымның досы маған да жау. Енді ары қарай бөлейік. 168 24-ке бөлетін болса қанша болады? 7, Бұнда бізде жауап минус 7 екен. Келесі төртінші есеп. 4-ті қарастырайық. Тең. Бұнда 53,4 бөлінген минус 6. Бұндан бөлу деп қарастырамыз. Бөлінген минус 6. Енді бірінші таңбаны анықтап алайық. Досымның жауы, досым плюс минус. Досымның жауы маған да жау болады. Енді ары қарай 53,4-ті 6-ға бөле береміз. 53,4-ті 6-ға бөлетін болсақ, 8,9 қателеспесек. Енді қалған есеп дәл осылай шығарсаңыз болады. Сіздердің еншілеріңізге қалтырайын. Амалдарды орындаңдар дейді. Есептерге көшейік енді. Екінші есеп, төртінші есеп, алтыншы есепті шығарайық. Бұндағы байқасаңыздар бірнеше амал тұр. Сондықтан оларды жеке-жеке орындабаған бізге тиімді. Көбейту мұнда бірінші орындалатындығын көріп тұрмын. Екінші бөлу амалы, үшінші қосу амалы. Ендеше кеттік. Бірінші амал. Минус 8 бөлінген, кешіріңіздер көбейтілген минус 5. Бұнда естеріңізде болса, жауымның жауы маған дос. Ендеше 8 бен 5-ті көбейтем, енді 40. Дос маған плюс таңбаны береді. Екінші амал 75 бөлінген минус 15. Тең таңбаны анықтаймыз бірінші. 75 досым минус 15 жауым. Досымның жауы менің де кімім? Жауым болады. Енді 75-ті 15-ке бөле саламыз. 5. Үшінші амал. Бірінші амалдан шыққан 40 қосылған минус 5. Неге жақша? Өйткені екі таңба қатар тұрғанда жақшамен жазылады, минус сандар, теріс сандар. Енді 40 таңбалар әртүрлі сандарды қосу, немесе бұнда жақшаны ашатын болсаңыз 40 алынған 5. 40-тан 5 аласыз, 35. Немесе мұнда таңбалар әртүрлі сандарды қосу, модулі үлкен сандан, модулі кіші санды алам. Дәл сол ереже. Келесі төртінші есеп. Бұнда жақшаның іші бірінші орындалады. Жақшаның ішінде бірінші орындалатын бізде бөлу амалы. Екінші мұны азайту, үшінші мұны азайту амалы. Енді осыларды ретімен орындайтын болсақ, төртінші есептің бірінші амалы 18 бөлінген 3. Немесе минус 18 бөлінген 3 десеңіз де болады. Минус 18 3-ке бөлу. Жауымның досы маған да жау болады. Енді 18 3-ке бөлетін болсақ, минус 6. Екінші амал 2 минус 6. Бұл дегеніміз не? Модулі үлкен саннан модулі кіші санды алам. Мынандай жағдайда не істейміз? Модулі үлкен санның таңбасы минус
минус. Енді үлкеннен кішісіне алам. Сонда бізде минус 4 қалады. Үшінші амал. Жақшаның ішінен неше шығып тұр? Минус 4 шығып тұр. Енді қараңыз, 19 азайтылған жақшаның ішінен бізде минус 4 шығып тұр. Сондықтан жақшамен жазам. Бұл не деген сөз? Бұндай сандарды азайту үшін азайғышқа қосамын, азайтқышқа қарама-қарсы санды. Қараңыз, азайтқышқа қарама-қарсы санды қосам, мынау минус 4 болса, плюс 4. Немесе мұнда жақшаны ашу, жақшаның алдында минус болса, жақшаның ішіндегі қарама-қарсы санға өзгереді. Сонда ол плюс 4-ке өзгереді. Сонда бізде жауап 23. Келесі 6-шы есеп. Бұнда бірінші амал жақшаның ішінен 1, екінші мұнда көбейту орындалады, үшінші бөлу, төртінші мұны азайту орындалады. Ендеше көшейік. Бірінші есеп. 5 минус 9. Бұл не деген сөз? Естеріңізде болса, азайғышқа қосамын. Рационал сандарды азайту үшін азайғышқа қосамын. Азайтқышқа қарама-қарсы санды. Азайтқышымыз бізде 9 болып тұрса, оған қарама-қарсы сан минус 9. Сонда 5-ке минус 9-ды қос дегеніміз. Енді қараңыз, біз бағанадан бері досым, жауым деп жатырмыз ғой мына жерде. Мынандай көбейту бөлу кезінде. Мынандай бұл теріс сандарды, рационал сандарды қосып азайту кезінде естеріңізде болса, қарыз табыс деп қарастырамыз. Мына бізде плюс сан табыс әрине, қарыз бізде минус. Енді бізде менің табысым 5 болса, қарызым 9 болса, қанша қарыз қалады ғой бәрібір? Ол минус қарыз деген, минус 4. Осыны шатыстырмаңыздар. Екінші есеп минус 11 көбейтілген, бізде жақшаның ішіне не шығып тұр? Минус 4 шығып тұр. Міне бұл кезде енді жауы мен достың мысалы бойынша табамыз. Жауымның жауы маған дос. Сондықтан таңба плюс, енді ол плюсті қоймай қойсақ болады. Енді 11 мен 4-ті көбейте берем. 44. Үшінші амал минус 60 бөлінген минус 12. Көбейту бөлу кезінде дос жауы мысалын қарастырамыз. Жауымның жауы дос. Сондықтан плюс таңбасын қоймай, енді 60-ты 12-ге бөлетін болсақ 5. Енді төртінші амал 44-тен азайтамын 5-ті. Енді қараңыз, мынадан 5 шығып тұр. Үшінші амалдан мына азайтуды біз минус 60-ның алдына қосып едік, сонда бұл жерде не қалады? Плюс 5. Тең бұл 49. Келесі есепке көшейік, қалғаны сіздерге. Есеп теңдер дейді. Келесі есептерге кірсейік ендеше. Екінші есеп қарастыратын болсақ, жақшаның ішін бірінші, екінші бөлуді орындаймыз, үшінші қосуды орындаймыз. Ендеше жақшаның ішінде екеуді теріс сан, ендеше бұларды қосамыз. Теріс сандарды қосу ережесі бойынша теріс сан шығады. Теріс сандарды қоссақ, минус 2-ге 2 бүтін, ол минус 4 бүтін. Енді 3 пен 21-ге ортақ бөлім 21. Мұнда толықтауыш көбейткіш 7, мұнда 1. 7 2 8. Қосамын 1 4-ім 4. Сонда минус 4 бүтін 21-ден 12. Екеуден 3-ге қысқарады. Сонда минус 4 бүтін 7-ден 4. Келесі екінші амал. Бізде осы шыққанды минус 4 бүтін 7-ден 4 бөлінген 21-ден 17. Есептейтін болсақ, бізде терістан жауымның досы, мағанда не жау болады. Енді мынау аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Сонда бізде 7, 7 4-ім 28, 4-ті қоссам 32. Мынау көбейтілген болып ауысады. Да 17-ден 21. Қателеспесек, Так, мұнда не қылмайым, так,
7 кім 14 кешіріңіздер 14 мұнда. Мұнда да 14. Екеуі де 7-ге қысқарады. Сонда бізде 3-тен 2 екен ғой. 4 бүтін 3-тен 2. 4 үшін 12. Мұнда 3-тен 14. Тең болады, мұнда қысқарсақ 1, мұнда 7. 17-ден 14-ті 7-ге көбейтсек 98. Минус 17-ден 98. Келесі. Так, мына бір жерден мен немене қате кеттік. Кешірім сұраймын сіздерден. Қарапайым есептерден қате жіберіп қойдық. Так, минус 4 бүтін 21-ден мұнда 7 екіміз 14, 4 бүтін 4, сонда 21, 18. 3-ке қысқартамыз. Минус 4 бүтін 7-ден 6. Екінші амал, минус 4 бүтін 7-ден 6-ны бұрыс бөлшекке айналдыратын болсақ, минус 7-ден 4 жетім 28, 6-ны қосамын 34. Бөлінген 21-ден 17 дегенді не істеймін? Көбейтуге ауыстырамын. Сонда бұл 17-ден 21 болады. 17 мен 34 қысқарғанда 1, мұнда 2 қалады. 7 мен мұнда 1, мұнда 3 қалады. Сонда бізде не жауап? 6. Енді таңба жауымның досы маған жауап болады. Үшінші амал, минус 6 қосылған 5 бүтін 1. Минус 6 бүтін, 5 бүтін 1. Теріс сандарт қосу азайту барысында білеміз, рационал сандарт қосу азайтуда қарыз, табыс мысалын қарастырамыз. Қарызым көп па, табысым көп па? Қарызым көп, әрине онда қарыз артылып қалады ғой. Онда артылған қарыз минус 0,9. Яғни 6-дан 5,1-ді алдық. Сөзін 0,9. Жалпы осы. Енді мұнда қарастыра кетейік. Қайсы амалдардың орындалу реттілігі. Мұнда жақшаның іші бірінші амал, екінші амал бөлу, үшінші амалына азайту. Үшінші есепте бірінші амал бөлу, екінші амалына бөлу, үшінші амал азайту. Келесі төртінші есепте бірінші амал, екінші амал және үшінші амал. Осыларды ескерсеңіздер, есеп шығу керек. Байқап отырсыздар, 5-ші сыныптағы аралас сандар, ондық бөлшектерге амалдар қолдану барлығы тек қана бастапқы біз таңбасын анықтап алсаңыз болды. Қалғаны 5-ші сыныптың бағдарламасы. Есептеңдер дейді. Келесі есептерді қарастырайық ендеше. Екінші есеп. 6,8 минус 7 қосылған 8 дейді. Қалай қосқан тиімді, қай қайсысын есептеп алған бірінші тиімді болады, Минус 7 мен плюс 8 есептеп алатын болсақ, плюс 1 қалады. Плюс 1, 6,8-ге плюс 1-міз не болады? 6,8 минус 7 плюс 8. 5,1, 5,4 минус 6,7 тең неше болады? Минус 7 плюс 8-міз не? Мен неғып на екеуін бірінші есептеп алдым. Мен маған тиімді натурал сандар қосу азайтқан тиімді. Минус 7 плюс 8-міз нені береді? Плюс 1. Ол 6,8 қосылса 7,8. Бөлімінде 5,4 минус 6,7. Бұдан бізде қалады минус 1,3. Бұл дегеніміз бөлшек сызығы бөлу амалы. Ендеше 7,8 бөлінген минус 1,3 дегеніміз не? Таңба қандай? 7,8-дің таңбасы плюс бөлінген минус. Яғни
досымның жауы маған да жау болады. 7,8 1,3-ке бөлетін болсақ, минус 6 екен. Келесі төртінші есеп 0,6 көбейтілген минус 9 минус 3,6. Так, енді есептейік. Тегінді жалғастырып, мынаны жалғасы деп қарастырайық. Мұнда көбейту бірінші 0,6-ны минус 9-ға көбейтетін болсақ, бізде қанша? Минус 5,4 минус 3,6. Минус 1,5 көбейтілген 4. Есептейтін болсақ, минус 5,4 пен минус 3,6. Теріс сандар. Бұлар не істеймін? Екеуі де теріс сан. Кейбір балалар бар. 5,4-тен 3,6 минус қоя салады. Бұл қате. Екеуі де минус, екеуі де қарыз. Екі жерге қарыз болсаң, екі қарыз не істейсіз? Қосып есептейсіз. Онан мен жалпы мынанша қарызым бар деп. Сол сияқты екі теріс сан арасында не қосу. Неғып ережемен айтпай атам? Себебі ережені көп оқушы жаттап, неғып жатпайды. Сондықтан осының бір қарапайым бір логикасын түсініп алсаңыздар деген оймен қарапайым мысалмен келтіріп жатқан жағдай. Енді бізде екі теріс сан қосылса теріс сан шығады, немесе қарыз бен қарыз қосылса қарыз шығады. Енді 6 мен 4-ті қоссақ 10, бір ойда 0 түседі. 5-ке 3-ті қоссам 8, ойдағы мен 9, минус 9. Минус 1,5-ті 4-ке көбейтетін болсақ, минус 6. Минус 9 минус 6-ға бөлсек, енді жауымның жауы маған дос болады. Онда 10 сан шығады. Енді 9-ды 6-ға бөлетін болсақ, бізде неше? 1,5 екен. Қалған есеп сіздерге болсын. Келесі есепке көшейік. Енді мына есепті теңдеуді қарастырайық. Теңдеуді шешіңдер дейді. Және бұл қандай да бір өрнектерді көбейткен кезде 0 шығып отыр, байқасаңыздар. Енді қарайық. Мына санды мынаған көбейткен кезде 0 шығып тұр. Онда бізде мынау 0-ге тең болуы мүмкін, мынау кәдімгі бір сан берілген. Мына жақта әріпті өрнек. Осыған көбейткен кезде 0. Онда біздің мына әріпті өрнегіміз 0 шығуы мүмкін бе? Әрине 0 шығуы мүмкін. Себебі мына жақта көбейтінді 0-ге тең. Минус 19,16-ны 0-ге көбейтсе 0 шығады. Онда біз мына жақшаның ішіндегі өрнекті 0-ге тең деп қарастырамыз. Барлық есепте солай. Барлығын не 0-ге тең деп қарастырамыз. Егер көбейтінді 0-ге тең болса. Мен біреуін шеріп көрсетейін, қалғанын өздеріңіз шығарарсыздар. Бірінші есеп 4,5x қосылған 3,6 тең 0. Бітті, арғырай есептейтін берейік. 4,5x тең, мына жақта қосылғыш белгісіз, несем 0-ден 3,6-ны азайтсаңыз, минус 3,6. Бұдан x тең, минус 3,6-ны бөлеміз не? 4,5-ке. Сол кезде бізде шығады x тең, екеуі де 10-лық бөлшек, сондықтан 36 бөлінген 45. Неғып бұл 45 болып кетті? Мына өтір бір санға жылса, мынау да бір өтір жылжиды. Мынау бізге натурал санға айналу керек. Сонда 36-ны 45-ке бөлдік. Бұл дегеніміз қанша? 36-ның ішіне жетпейді, сондықтан 0 берем. Енді 360-ның ішінде 45, неше рет бар? 8 рет бар екен. 0,8. Таңба қандай? Жауымның досы маған да жау болады. Қалған есепте өздеріңіз шығарарсыздар. Келесі есепке көшейік. Теңдеуді шешіңдер дейді. Так, төртінші есептен қарастырайық. 6-шы есеп, 5-ші есеп. Так, кеттік, 4-ші есептен бастайық. Қалғаны сіздерге. Модульдің ішінде 4x қосылған 5 тең 17 дейді. Енді бұл модульдің ішінде шыққан санға 5-ті қосса 17 шығады екен. Онда бұл модульдің ішіндегі сан қаншаға тең болуы мүмкін? Оны табу үшін 17-тен 5-ті аласыз. Яғни модуль ішіндегі 4x тең бізде 12. Енді қараңыз, модульдің ішіндегі сан қандай болуы мүмкін? Минус 12 болуы мүмкін, немесе плюс 12. Яғни ол модульдің ішіндегі тұрған 4x-ті біз минус 12 деп қарастыра аламыз. Және ол модульдің ішіндегі 4x-ті плюс 12 деп қарастыра аламыз. Онда бізде x тең минус 12-ні 4-ке бөлсек, x тең бізде минус 3.
Онда x тең 12-ні 4-ке бөлем, x-іміз плюс 3-те болуы мүмкін. 2 жауап шықты. Бұл екеуді теңдеуді қанағаттандырады. Тексеріп көрсеңіздер болады. Келесі 5-ші есепті қарастырайық. 1,5 5x-тің модулі минус 2 тең 4. Енді мына модульдің ішінде шыққан саннан 2-ні алса 4. Қандай саннан 2-ні алса 4 шығады? Сіз айтасыз 6. Яғни 1,5 x-тің модулі 6-ға тең болуы мүмкін. Ол қайдан шықты? 4-ке мына 2-ні апарып қостық. Сонда 1,5 x тең 6. Енді бұл модульдің ішіндегі сан қандай болуы мүмкін? Онда 1,5 x деп отырғанымыз минус 6 болуы мүмкін, немесе плюс 6 болуы мүмкін. Мұнда x тең минус 6-ны 1,5-ке бөлетін болсақ, қаншаға? 4-ке, минус 4-ке тең. Минус 6-ны 1,5-ке бөлсеңіз. Мұнда немесе x тең 4-ке тең мүмкін. 6-ны 1,5-ке бөлеміз. Минус 4, плюс 4. Енді қалған есеп сіздерге болсын. Келесі есепке көшейік. Хауыздағы су құбырдан сыртқа ағып жатыр. Хауыздағы су құбырдан сыртқа ағып жатыр. Хауыздағы судың деңгейі бұдан 3 минут бұрын 1 метр 20 сантиметр еді. 1 метр 20 сантиметр еді. Бұны сантиметрге айналдыратын болсақ, 120 сантиметр. Неғып сантиметрге айналдырдым? Себебі мұнда да сантиметрмен берілген. Енді қазір 75 сантиметр болды. Ол 3 минут бұрын еді. 1 минутта неше сантиметрге төмендейтін тап дейді. Онда біз не істейміз? 120 сантиметр, азайтылған 75 сантиметр. Сонда бұл қаншаға түскен? 120-дан 75 таласын болсақ, 45 сантиметр. Бұл 3 минуттағы түскен, 3 минутта түсіп кеткен 45 сантиметрге. Яғни бұл бірақ деңгейі төмен түскен. Төмен деген не? Бұл минус 45 деген сөз. Ал бұл 1 минуттағысын табу үшін 3-ке бөлеміз. Сонда бізде минус 15 сантиметрге түскен. Жауымның досы маған жау. Келесі есепке көшейік. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңдар дейді. Екінші есептен қарастырайық. Пропорцияның белгісіз мүшесі ортаңғы мүшелер мен шеткі мүшелердің көбейтіндісін. Яғни белгісіз шеткі мүшесі мұнда ортаңғы мүшелерін көбейтіп, белгілі шеткі мүшесіне бөлу керек. Сонда x тең 10 көбейтілген минус 9 бөлінген белгілі шеткі мүшесі 5. Мұнда 5 пен 10 қысқаратында 2, 2-ні минус 9-ы көбейтсек, 2-ні минус 9-ы көбейтсек, досымның жауы маған да жау. Мұнда минус 18. Төртінші есеп. Бұнда ортаңғы мүше белгісіз. Онда белгілі ортаңғы мүшеге бөлеміз. Ол белгілі ортаңғы мүше 4. Енді алымында минус 3,5 көбейтілген 20. 20 мен 4-ті не істеймін? Қысқартам 1, мұнда 5 қалады. Енді минус 3,5 мен 5-ті көбейткенде не болады? Жауымның досы маған жау. Бұдан шығады 5, түрін айырып қойық, 2 ойда, так, минус 17,5. Алтыншы есеп қарастырсақ, мына жерде қалай? Мына y-ті мұнаның алдына берсек те болады. Өйткені қараңыз, 4,1 көбейтілген минус y деген не болады? Досымның жауы маған жау болады дейсті. 4,1 y десеңіз болады. 4,1 y. Сонда минус 4,1-ге бөле берсеңіз болады. Сонда бізде y тең бөліміне минус 4,1 түседі. X-ға көбейтіліп тұрған мына коэффициент минус 4,1. Минус 7 көбейтілген 20,5. Енді 20,5 пен 4,1 қысқарады. Мұнда қалжа 5 қалады, мұнда 1 қалады. Мына минус, мұнда түседі минус 1.
Енді минус 7-ні минус 1-ге бөлдігін жауымның жауы менің досым. Яғни 7-ні 1-ге бөлсек, онда бізде 7 шығады. Қалған есеп сіздерге бірінші, үшінші есептер сіздерге қалсын. Екінші есепті көрсетіп кетейін. Қалғаны сіздерге дедік. Сонда минус 4 көбейтілген модуль ішінде 5х. Так, енді қараңыз. Мына санға мынаны қоссақ, мынау шығып тұр. Онда белгілі қосылғыш белгісіз болған жағдайда қосындыдан белгілі қосылғышты азайтамыз. Немесе қарапайым бір теңдеу жасап алайық. Біз мынау белгісіз, онда оны біз y ретінде қарастыра тұрайық. Y қосылған 1 тең 2, 3 шығып тұрса не істейсіз? Y тең 3 алу 1 дейсіз. Сол секілді, мына 1-дің орнында 3-тің орнында мына сан тұр. Тең минус 5,6 азайтылған 6,5-тен 2. Сонда минус 4 модулінің ішінде 5х тең минус 5,6. Так, 6,5-тен 2 дегеніміз, так, минус 5,6 минус 6,4. Екеуі қосылады. Минус 4 модуль ішінде 5х тең. Екеуі де теріс сан, теріс сандарды қоссақ, теріс сан шығады. Бұнда минус 12. Модульдің ішіндегі 5х тең минус 12 бөлінген минус 4. Сонда бізде модульдің ішінде 5х тең минус 12-ні минус 4-ке бөлсек, яғни жауымның жауы менің досым. Яғни 12-ні 4-ке бөлсек 3. Енді қараңыз, мұның ішінде, модульдің ішіндегі 5х қандай сан болуы мүмкін? Бізде қарама-қарсы сандардың модульдары тең. Ендеше бізде 3 болуы мүмкін, немесе 5х тең минус 3 болуы мүмкін. Сонда бізде бұнда х тең 0,6 болады. 3-ті 5-ке бөлсек естеріңізде болса. Және х тең минус 3-ті 5-ке бөлсек минус 0,6 болады. Осы екеуі жауап. Келесі есепке көшті. Қалғаны сіздерге. Өрнекті ықшамдаңдар дейді. Такс, екіншісін, төртіншісін қарастырайық тағы. Екінші есеп. Такс, берілгені мұнда тұр. Берілгені тең. Тең деп жалғастырайық. Мұнда Б әріп түрінек, әріп көбейткіш тең соңына жазып қойық. Алдына минус 2 көбейтілген минус 3 көбейтілген 125 бөлімінде Б көбейтілген 5 көбейтілген минус 75. Енді басқа түспен қысқартайын, қысқартуды Б мен Б қысқарады. Бірдей әріп көбейткіштер қысқарта аламыз. Мұнда 1 қалады, мұнда да 1 қалады. Ары қарай қысқартатын болсақ, минус 75 пен 125 екеуі де қанша? 25-ке қысқарады. Мұнда 5 қалса, мұнда 3 қалады. Минусы мұнда 1-ге түседі. Минус 3 қалады. Минус 3 пен мұнда минус 3 екеуіне 1-ге қысқартып жібереміз. 5 пен 5 қысқарады. Мұнда бәрінде 1 қалды, мұнда 1 қалды. Сонымен бізде жалпы жауап минус 2 ғана қалды. Келесі төртінші есеп. Төртінші есеп тең, мына жақтан да жалғастырайық. Келесі сан көбейткіштерді бірінші жазайық. Минус 88 көбейтілген 9,3 АБ бөлімінде 3,1 көбейтілген минус 6,6 көбейтілген минус 4. АБ көбейткішті жеке жазайық. Енді бұнда да қысқартуды жеке түспен жасайын. АБ мен АБ. А мен А қысқарады, Б мен Б қысқарады. Бұнда да 1 қалады. Енді келесі бізге 9,3 пен 6,6
немесе 3,1 мен 9,3 қысқаратын көріп тұрмын. Екеуді 3-ке мында 1 қалады. 3,1-ге бөлсек мынаны 3 қалады. Минус 4 пен минус 88 қысқарады. Екеуінде де минус, яғни минус пен минус плюске айналады. 1 қалады, мында 22 қалады. Я? 3 пен минус 6,16, мында минус 2,2 қалады, мында 1 қалды. 22-ні минус 2,2-ге бөлетін болсақ, 22-ні минус 2,2-ге бөлетін болсақ, бұл минус 10. Досымның жауы меған жау болады. 22-ні 2,2-ге бөлу естеріңізде болса, бір өтір бұлай жеткірсе, мұна жаққа да бір өсекірет, онда 0 жалғаймыз. 222-ні 22-ге бөлсеңіз 10. Қалған есеп сіздерге. Келесі, біріншісі сіздерге қалсын, екіншісін шығарып көрейік. 3,12-ден 4 алатын болсақ, модулдің ішінде минус 0,8 модулдің ішінде. Мында 0,114-те минус 0,164, бұл минус 0,5 модулдің ішінде. Мында да екеу модульден, енді арғарай мұнан жалғастырайық. Тең минус 0,8-дің модулі плюс 0,8 болып шығады. Көбейтілген 8,1 көбейтілген минус 0,5-дің модулі 0,5 болып шығады. Бөлімінде 0,9 көбейтілген минус 3,2-ның модулі плюс 3,2. Модульдан шыққанда плюс болып шығады. Көбейтілген минус 0,175 модулі плюс 0,175. Енді ағай бұны не істейміз? Алғай бір ондық бөлшектер, алымында да бөлімінде де. Енді бізде алымында үтірден кейін 3 цифр бар. Барлығы, бөлімінде үтірден кейін барлығы да 4 цифр бар. Онда біз не істейміз? Алымында қайсында көп? Бөлімінде көп 4 нөл бар. Онда бөлімін 4 нөлі бар, 10.000-ға көбейтем. Онда алымында соған көбейтем. Сол кезде бізде қандай сандар шығады? Науымыз 8-ге айналады. Көбейтілген науымызды бір өтірге жылжайды. 81 болады. 5 болады. Енді 1 нөлі артылып қалды. Ол 1 нөлі артылып деген ол 10 деген сөз. Бөлімінде 9 болды. Нау көбейтілген 32 болады. Нау көбейтілген 75 болады. Сонымен әр нөл мұнаны жылжытқанға кетті. Енді арғарай қысқарту оңай болады. 9 бен 81 қысқарады. Мұнда 1, мұнда 9. 32 мен 8 мұнда 1 қалса, мұнда 4 қалады. 75 бен 5 қысқарса, мұнда 1 қалса, мұнда 15 қалады. 15 пен 5-ке қысқарады. Мұнда 2 қалса, мұнда 3 қалады. Мұна 3 пен 9 қысқарса, мұнда 3 қалады. Мұнда 4 пен 2 қысқарады, мұнда 1 қалса, мұнда 2 қалады. Сонымен бізде жауап 2-ден 3. Бұл дегеніміз 1,5 немесе бұл 1,2-ден 1 екен. Қалған есеп сіздерге болсын. Бірінші есеп, бұнда ескеретін жағдай, мұнда бәрі модульдан шыққанда оң сан болып шығатынын естідіңіз. Мұнда жақшада тұр. Екеуді жақша, білесіз, теріс сан, немесе жауымның жауы менің досым. Сонда мына минустар не болады? Плюске айналып кетеді. Сол бойынша, одан кейін арғарай дәл осы жолды пайдаланып шығарсаңыз болады. Келесі есепке кеттік. Көбейткіштерді бүтін санға түрлендіріп алып есептеңдер дейді. Екінші есепті қарастырайық. Тең берілген мынау болса, тең жалғастырайық. Енді алдыңғы есептегідей санайық. Алымында ондық бөлшекте қанша ондық бөлшек бөлігі бар? 2. Бөлімінде де 2. Онда алымында бөлімінде қаншаға 100-ге көбейтемін. Сонда минус 9 көбейтілген 24 көбейтілген 72. Мына 1,0, бір өтірді секірткенге жылжиды. Кетіп отырады. Бөлімінде минус 3 көбейтілген 18 көбейтілген
36. Енді есептейтін болсақ, 36 мен 78 қысқаратында 2 қалады, мұнда 1 қалады. 18 бен 24 екеуі де қанша? 6-ға қысқарса, мұнда 3 қалса, мұнда 4 қалады. Мұнда мұна 3 пен мұнда 1 қалады, мұнда минус 3 қалады. Минус 3 пен минус 3 бірақ кетеді, 1, 1. Сонда бізде 4, 2, 8. Я? Келесі есепке көштік. Мұнда ескеретін нәрсе, мұнда қараңыз, алымында үтірден кейін 3 сан бар, бөлімінде үтірден кейін 2 сан бар. Қайсысы көп, соған көбейтеміз балалар, мыңға. Онда бөлімінде мыңға көбейтеміз. Бір көп оқушылар чатысып қалады, алымында 3 тұрса, онда алымын мыңға, бөлімінде үтірден кейін 2 сан бар, онда оны 100-ге көбейтем дейді. Бөлшектің қасиетін ұмытпаймыз. Қаншаға алымын қаншаға көбейтсек, бөлімінде соған көбейтеміз. Арында ары қарай есептеу өздеріңізге байланысты. Келесі есепке көшейік. Так, есептерді бастайық. 4 есеп берілген. Біреуін көрсетейін. Біріншісі өте ұзақ екен. Жақшаның кіші бірінші әрине білеміз. Екінші амал, үшінші амал, төртінші амал. Енді осыны қарастырайық. Барлығын көрсетіп кетейін. Мұнда да жақшаның кіші бірінші амал, екінші амал бөлу, үшінші амал көбейту, төртінші амал азайту. Жақшаның кіші бірінші амал, екінші амал бөлу, үшінші амал көбейту, төртінші. Мұнда жақшаның кіші бірінші амал, екінші амал, үшінші амал, төртінші амал. Енді бәрібір қайсысы екен, бірінші есептің біріншіден бастайын, бірінші амалынан. Минус 3,8 қосылған 2,3-тен 1. Енді 3,8-ді бірден аралассан түрінде жазылатын болсақ, ол 10-нан мұнда 3,8 не істейді? Қысқарады 2-ге, сонда 3,5-тен 4. Яғни 3,5-тен 4. Қосылған 2,3-тен 1. Біз аралассандар және таңбалар әртүрлі сандарды қосу. Бұнда модуль үлкені, модуль кішіні азайтамыз, және модуль үлкені таңбасын қоямыз. Немесе қарыз бен табыс салыстырам. Бізде қарыз қалып болады. Сондықтан барамда 3,5-тен 4-ті аламын, 2,3-тен 1. Минус, енді бөлшек бөліктерін салыстырам. 4 үшім 12, 5 бірім 5. Бұлай көбейткен үлкен болса, онда мына бөлшек үлкен. Енді азайта берем, қорықпай ғана. 1,3-тен 2-ні алам, 1,5. 5 пен 3 ортақ бөлім 15. Мұнда 3 тоқтауыш көбейткіш, мұнда 5. 4 үшім 12, 12-ден 5-ті алсақ 7. Минус 1,15-тен 7. Екінші амалға кірісетін болсақ, минус 1,15-тен 7-ні мұнда көбейту, сондықтан бірден бұрыс бөлшекке айналдырып жазайын. Минус 15-тен 22 көбейтілген, минус 1,8-ден 7 дегеніміз минус 8-ден 15. Енді 15 пен 15 қысқарады, және таңба бізде жауымның жауы досым айналады. Плюс сонымен 8 бен 22 қысқарады екеуі де 2-ге, сонда мұнда 4, мұнда 11. 4-тен 11. Үшінші амал 4,6-дан 1 бөлінген минус 1,3-тен 2. Енді таңба бізде минус, досымның жауы, мағанда жау. Енді 4,6-дан 1 бұл бұрыс бөлшек, ол 4,6-дан 25. Енді бөлу көбейтуге ауысады, және 3-ті үстіне шығарам. Бөліміне 1 үшім 3, 2-ні қосам 5. 6 мен 3 қысқаратында 2, мұнда 1 қалады. 5 пен 25, мұнда 1, мұнда 5 қалады. Мұнымен минус 2-ден 5. Төртінші амал, екіншіден шыққан амал 4-тен 11, минус 2-ден 5. Бұнда ортақ бөлім 4, мұнда 2, 10, 4-тен 1. Шығады 2 жауап. Қалған есеп сіздерге болсын. Таңбадан қателеспесеңіздер болды. Қалған барлығы сіздердің бұрынғы 5-ші сыныптың бағдарламасындағы тапсырмалар.